Естіліп тұрмын ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен естіліп тұрмын ба? Бір тексеріп алайық. Иә, сіз Иә, естіліп тұрмын. иә, сіз керемет естіліп тұрсыз. Керемет. Ал біздің тікелей эфирімізге қош келдіңіз сонда. Қалыңыз қалай? Менде барлығы жақсы. Өздеріңіздің қалдарыңыз қалай? Өте жақсы, рахмет. Жалпы онда сұрақтардан бастайық. Феномен жасы жобасы туралы толық айта кетсеңіз, жалпы мақсаты, миссиясы қандай? Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының бірлесіп, біз феномен жас әлеуметтік жобасын жүзеге асырудамыз. Жобаның жалпы мақсаты қазіргі таңда талантты, мықты тұлғалар жастардың арасында өте көп. Соларды тиісті сала мен қоғамның дамуына қосқан үлестері үшін олардың еңбегін ынталандыру, олар жайлы ақпаратты тарату. Сонымен қатар бізде білесіздер, Қазақстанда қазір НИИТ жастары көп, иә. Осы НИИТ жастарына рөлдік модельді қалыптастыру, сонымен қатар белсенді жастарды мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға тарту болып табылады. Рахмет. Ал осы бүгінге дейін жоба аясында қандай іс-шаралар өтті? Жоба аясы енді 9-шы ай өзі жүзеге асырып келе жатыр. Өте көп шаралар легін қамтыды. Қайта кететін болсақ, бізде ең бірінші жобамыз кездесулерден басталды. 20 өңір бойынша ең үздік деген менторлар тағайындалып, сол кісілермен офлайн, онлайн түрде кездесулер жасалған болатын. Ол жастарға не үшін қажет? Мысалы, әр адам мотивацияны әртүрлі жерден алады, жастарға стимул беру үшін. Жаңа жағынан талантты және мықты жастарға қарау барысында осындай Zoom форматында өткізген дұрысырақ деп ойладық, өйткені барлығы республика бойынша кез келген қатысқысы келетін жандарды қамту үшін. Оларды айта кететін болсақ, мысалы, Қазақстан Республикасының әлемдік деңгейдегі спорт шеберлері болды, мәслихат депутаттары қатысты ментор ретінде. Сонымен қатар журналистер одағының қатысушылар, яғни қатарында бар жандар бізге кездесулер ұйымдастырды. Әртүрлі мемлекеттік наградалардың иегерлерімен осындай ауқымды іс-шаралар өткізді. Сонымен қатар, егер де біздің парақшамызға үңілетін болсаңыздар, жақында ғана бізде TED Talks болған болатын. TED Talks, яғни батыстан алынған формат қой, сторителлинг ретінде мықты жастардың қалай өзінің нәтижеге жеткеніне байланысты өз өмір жолын лайфхактармен бөлісіп,
әртүрлі тақырыптарды талқыладық. Оның ішінде мемлекеттік бастамаларды, мемлекеттік жобаларды, жастарға қазір үй мәселесі қалай болып жатыр, жастарға арналған қандай көмек бар, жалпы жобалардың саны қанша, осы министрлік тарапынан да сіздердің ұйымдарыңыздың жетекшілері де бізге спикер ретінде шақырылған болатын. Тағы қоса кететін іс-шаралардың бірі ол жастар таңдауы 100 күндік марафоны. Білесіздер, ең мықты дағдылар, ең мықты привычка деп айтамыз. Бізде 100 күннің ішінде қалыптасады деген арнайы ғалымдардың зерттеуі бар. Осы орайда біз осындай марафон жүргіземіз. Марафон барысында 100 күннің ішінде әртүрлі тапсырмалар беріледі. Мысалы, подкаст тыңдау, кітап оқу, немесе музейге бару, немесе белгілі бір ғылыми жұмыспен танысу деген сияқты. Осы орайда бізде жақын арада осы жастар таңдау марафоны аяқталмақ. Ол 100 күн қатарынан жүріп келе жатыр. Және де ол жерде арнайы жүлде қоры бар, 300 мың теңгелік. Жастарға, егер де мені тыңдап отқан, көріп отқан жандарға қатысамын десеңіздер, әлі қатысып, барлық тапсырмаларды орындап, ретімен салуға сіздерде әлі мүмкіншіліктер бар. Негізі жоба өте ауқымды. Бізде арнайы видео сюжеттер де бар біздің әлеуметтік желілерімізде, Facebook, Instagram желісінде. Біздің толқындағы, яғни жастар толқындағы өз бағытында үздік болып жүрген жандар. Ол бізде өнер бағыты, яғни саясат бағыты бойынша, сонымен қатар балалармен жұмыс бағыты бойынша, сонымен қатар бізде предпринимательдер, яғни қазір ИП-ТО мен жұмыс істейтіндер, олар сондай жолға қалай келді, қандай жетістікке жетті, сол кісілермен де видео сюжеттер дайындалған, солармен танысып көрсеңіздер болады. Ашық түрде ақпарат біздің әлеуметтік желілерде салынған. Сонымен қатар біздің эксперттерден волонтерлік бағытында, ораторлық өнер, командамен жұмыс, soft skills бойынша арнайы семинар, тренингтер өткізілген болатын. Олар барлығы тегін түрде. Осы іс-шараларды көремін, немесе семинар, тренингтерден сертификат алғым келеді деген жандар болса, мархабат, бізде арнайы форма бар. Сол формада тестілеуден өтсеңіз, сізге осы ақпаратты игергеніңіз туралы сертификат беріледі. Ал ол сілтеме қайда десеңіздер, біздің парақшамыздағы таплинк, яғни биодағы сілтеме бойынша өтіп алсаңыздар болады. Рахмет. Бұл кездесу мен мастер-класстарға қатысу тегін бе? Әрине тегін, өйткені бізде білесіздер, министрлік тарапынан бұл жобалар жүзеге асырылып жатыр. Сол кісілердің бастамаларымен азаматтық қоғамдық азаматтық бастамаларды қолдау орталығынан бірлесіп, жалпы қазір бізде форум келе жатыр, алда мүмкіндіктер алаңы, оған да қатысу тегін. Егер де форумның бағдарламасымен танысам, форумға қатысамын деген жандар болатын болса, біздің биодағы сілтеме бойынша өтіп, соған тіркелсеңіздер болады. Тіркелгеннен кейін сіздің почтаңызға, яғни осындай күні, осындай жерде болатын жайлы ақпарат беріледі. Тегін түрде келіп, керекті ақпараттарыңызды алып кетсеңіздер болады. Мархабат. Мұнда біз көрермендерден сұрақ келіп отыр. Бұл жоба қанша уақытқа созылады деп сұрап жатыр. Естіп тұрсыз ба? Кешіріңіз, сіз естілмей қалдыңыз. Көрермендерден сұрақ келіп тұр. Бұл жоба қанша уақытқа созылады? Сіздің даусыңыз үзіңкі естіліп тұр да, мүмкін менде интернет байланысы дұрыс істемей тұр. Ал қазір ше? Ал қазір мені естіліп тұр. Мұнда көрермендерден сұрақ келіп жатыр. Бұл жоба қанша уақытқа дейін созылады деп сұрап жатыр. Біздің жобамыз қараша айының соңына дейін жүзеге асады. 2 жылдық жоба. Келесі жылдан бастап, жылдың басынан осы қараша айына дейін жүзеге асырылатын болады. Егер де қатысамын, атсалысамын деген жандар болса, біздің әлеуметтік желілерде менеджерларымыз бар, жазып біздің топқа қосылсаңыздар болады. Ал ақпараттандыру жағынан ше? Осы жұмыстар қалай өтіп жатыр? Бізде ақпарат
ақпараттандыру әрине бірінші орында ол әлеуметтік желілер, өйткені біз жастар жайлы айтқаннан кейін жастардың жолын, олардың өкілдерін, яғни модель ретінде қалыптастыру үшін осы бағдарламалар бойынша жұмыс жасаймыз. Екіншісі ол жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары әр қалада республикалық деңгейде біз ақпарат салып отырамыз. Сонымен қатар қызықты сілтемелермен біздің өзіміздің жоба серіктестерімізбен сол кісілер арқылы ақпараттандыру жұмыстары жүзеге асырылуда. Жалпы жоба бұл республика деңгейінде қазір жүзеге асырылып жатыр. Рахмет. Ал қандай нәтижелермен бөлісе аласыз? Бүгін бізде жаңа айта кеттім, ең басында бізде Zoom-да арнайы кездесулер болды. Жастардың ең белсенді 20 өкілін қосып, өңірден бір өкілден біз таңдап алған болатынбыз мотивациялық кездесулер. Оған 1200-ден астам республика бойынша жастар қатысты. Екінші жастар таңдауы марафон айттық. Енді әлі қатысушыларда уақыт бар әрине, бірақ бүгінгі күні қарап шыққан мәліметтер бойынша 124 қатысушы тіркеліп, тапсырмалардың көптігін орындап қойған екен. Яғни әр тапсырма салған сайын біз хэштег бойынша тексеріп отырамыз. Келесі бізде семинар-тренингтер. Әр семинар-тренингке кем дегенде 80 қатысушыдан қатысты. Бізде 4 семинар-тренинг өткізілді. Егер цифрлы жағынан қарайтын болсақ, келесі бізде алда премия келе жатыр. Айта кететін жайт, премияда 5 түрлі бізде номинация бар. Қатысыңыздар, ол жерлерде де жүлде қоры бар. Толық ақпаратпен осы біздің әлеуметтік желімізде немесе көрсетілген номер бойынша хабарласа аласыздар. Жалпы нәтижелер бойынша әрине ауқымды жоба. Негізі толық көріп, танысып шыққан дұрысырақ абзал деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Біздің тікелей эфиріміз аяқталуда. Бізбен бірге болған Ақбота Ақманбет, Феномен жас әлеуметтік жобасының координаторы. Сізге қатысқаныңыз үшін көп рахмет. Сізге тілейтінім тек сәттілік. Сіздерге де жұмыстарыңызға сәттілік. Осылай біздің жобаның жүзеге асыруына қосқан үлестеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Өйткені ақпараттық жұмыстарды жүргізу ол әр жоба үшін маңызды. Сол себептен де қолдауларыңызға үлкен рахмет. Рахмет.